болып шығады. Мысалы хлопок режим, температура 95-ке қоясыз, обязательный. Белизна бар ғой, 70 грамм, 60-70-80 грамм белизна құясыз кәдімгідей. Одан көп құймайсыз. Мынау резинаны жеп қояды. Немесе астында патрубокта резиновый бәрін ірітіп жібереді. Көп құймаңыз. 60-70-80 грамм, средний 70 грамм ғой, соны құясыз. Тура осылай хлопокқа қоясыз, 2 сағат 95 градус. Пустой, ішіне зат салмайсыз. Өзін запускать етесіз. Қазір сіздікі неді? Аптасына бір рет жуып тұрыңыз, бір ай. Солай ба? Тура осы режимде. Кіріңізді жуа беріңіз, как положено. Содан кейін осылай кешке, немесе азанда үйде ешкім болмайды, или там бос уақытта өзін қосып қоясыз, өзін жуып тұра береді. Аптасына бір рет, иә? Аптасына бір рет. Іші полностью тазаланады бір айдың ішінде. Содан кейін бір ай жуасыз, уже өзіңіз сезесіз, киімдер ашылып, кәдімгідей таза болып, иіс кетеді. Ішінен саз балшық иісі болады ғой. Сол иіс кетеді. Бір айдан кейін кеткеннен кейін айына бір рет профилактика тазалап жуып тұрасыз. Солай, иә? Сізде колгон, анау бәрі далбаса өтірік. Сразу айтамын. И жаңағыдай тенді қақ баса бермейді көп. Жаңағы анау көп нәрсені. Представьте, өзі кислота ғой ол белизна. Еще 95 градусқа келген кезде қандай эффект береді. Ішіндегі ластың бәрін шығарып тастайды. Таза болады. И нанды, иә, 2 айда, айына бір рет, 2 айда бір рет тазалап тұрсаңыз, сізде стиралкаңыз ұзақ